Бұл фильм Францияның классикалық комиксына құрылған, соның желісімен түсірілген керемет Европаның сондай бір тамаша режиссері Люк Бессонның түсірген фильмі. Аударман өңделіп, оны қазақшаға көп жерлерін бейімдегеннен кейін актерларды шақырдық, өте жақсы актерлар, және сол екі агент галактиканың арасында жүретін, зұлымдықпен күресетін екі басты кейіпкерді, ол жас Жақыпбек пен Назерке Серікбол деген екі тамаша актерлар дыбыстап шықты. Алекс, қару доқтап бер. Рахмет! Валериан бұл Дэйн Дехан деген актердің образы. Менімен екеуміздің жасымыз 5 жылда айырмашылық бар. Және сөйлеген кезде түрі жас болып көрінгенмен дауысы жуандау және күшеніп сөйлейді. Режиссеріміз Айжан апа екеуміз келісіп, оның дауысы, менің даусым екеуміздің ортасынан шығуға тырыстық та. Жұмыс барысы қызық болды және қиын болды. Өйткені кейде бұл қыздарға қырындағыш қасиеті бар және командирлік қасиеті бар. Әр кезде әртүрлі сөйлейді. Соған байланысты дауысты да құбылтуға тура келді. Мен өзімнің кейіпкерім жайлы айта кететін болсам, ол Лорелин деген қыз, агент. Маған ол қыз қатты ұнады. Бұл кейіпкер себебі өте батыл, алған бетінен қайтпайтын, өте өз ісіне жауапты, батыл қыз деп бір сөзбен айтсам болады. Тұруға уақыт жоқ. Біз сіздер ғаламшарын жойып жіберген мөлдіктердің қасында тұрмыз. Сол ғаламшардан аман қалған інжулер. Тағы да бір қанды қырғын болсын демесеңіз, әскеріңізді кері шақырыңыз. Әрбір фильмде жағымсыз кейіпкер болады. Жағымсыз кейіпкерсіз, конфликтсіз фильм қызық болмайды. Сондықтан бұл жерде жағымсыз кейіпкер, ол командир, оған Азамат Қанапия сомдады. Мені мына жерден түсіріңдер, күшіктер! Бұл енді қызықты жерлер өте көп. Өзі бір айғайлайды кей кездерінде, өзін өзі ақтап алу үшін істемегені жоқ. Сол арқылы өзінің ашып алады, бүткіл шындықты айтып қояды. Және де бұл жерде тағы да ит пен үйректің қосындысы болған сияқты бір бөгде ғаламшарлықтарды дыбыстадық. Өз жерде мұрынды жауып алып тұрып, мұрын регистрімен жұмыс дейсің, жоғары қарай көтеріп, сонысымен де қызықты жерлерін жасадық. Негізгі фильмді дыбыстауға 15 шақты актер қатысты. Оның ішінде енді негізгі осы режиссердің ойын, Люк Бессонның, соны жазған сценарийдің ойын, негізгі түйін шығардық деп ойлаймыз. Енді бұл фильм қиялға жабы әлемі, фантастика, ғылыми фантастика. Осы галактика ғарышқа сіздерді қазақ тілімен сөйлесіп ғарышқа барып келуге шақырамыз. Тамашалаңыздар, сіздерге ұнайды деген үміттеміз.